Цифрлық трансформация. Қазақстанда IT саласы қарқынды дамып жатыр. 2024 жылы IT компаниялар саны 18.683-ке жетті. Соңғы 3 жылда өсім 16%. Елімізде Астана Хаб халықаралық технология паркі жұмыс істейді. Технопарк 1,5 мыңнан астам қатысушыны біріктірді. Соның ішінде 1102 қазақстандық және 437 шетелдік компания бар. Қатысушылардың жалпы табысы 1,2 триллион теңге болды. Өсім соңғы 5 жылда 31 есе артты. 2024 жылы экспорттық түсім 140 миллиард теңгеден асты. Инновациялық эко-жүйенің негізгі элементі аймақтық хабтардың дамуы. Бүгінде бүкіл ел бойынша осындай 18 алаң жұмыс істейді. Олар жергілікті стартаптар мен кәсіпкерлікті дамытуға белсенді ықпал етеді. Қазақстанда IT саланың әлеуетін толыққанды ашу үшін ұлттық инновациялық жүйенің бірыңғай терезесі құрылды. Онда IT мамандарға, инноваторларға және ғалымдарға мемлекеттік қолдау шараларының көпшілігі шығарылды. Сонымен қатар әлемнің түкпір-түкпірінен дарынды мамандарды тарту үшін жағдай жасалып жатыр. Астана халықаралық қаржы орталығы базасында экспат орталығы жұмыс істейді. Ол шетелдік мамандар үшін мемлекеттік қызметтерді алудың бірыңғай терезесі ретінде қызмет етеді. Ролик Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.